Сіздің Америкаға келуге деген ойыңыз бар, құлшынысыңыз бар, жоспарыңыз бар. Бірақ та оны неден бастауды білмейсіз. Қалай келетінін де білмейсіз. Тіпті кейбір адамдар ойлайды, Америкаға деген өте сондай. Басқа адамдар келеді. Мен емес оған, мен келе алмаймын. Басқа адамдар, басқаша туылған адамдар. Жоқ, олай емес. Кез келген адамның қолынан келеді ол. Қиындығы жоқ. Егер де сол арман мақсатыңызды іске асырғыңыз келсе, осы видеоны толығымен көріңіз. Осы видеода сіз білетін боласыз, Америкаға келу үшін қандай анкета толтырады және оны қалай толтырады. Қазіргі кезде көптеген агентстволар бар. Осы анкеталарды қаншама мың теңгемен толтырып береді және де онда қаншама қателіктер кетеді. Өйткені үшінші адам толтыратындықтан. Ал сіз осы видеоны көріп үйрену арқылы бірінші өзіңіздің ақшаңызды экономдайсыз, екінші қаншама білім аласыз, үшіншіден қателіксіз өзіңіз толтырасыз, төртіншіден ешкімге өзіңіздің личный жеке ақпараттарыңызды бермейсіз. Және де анкета сіздің қолыңызда сақталады. Сондықтан асықпай осы видеоны бірінші рет көріп шығыңыз, екінші рет қалай істеу керек сол бойынша, мен істеген бойынша істеп, өзіңіздің армандаған, қиялдаған Америкаға визаңызды алып, жолға шығыңыз. Сәттілік. Осы сайт негізгі визаға өтініш беруге арналған сайт. Бұнда бірінші таңдайсыз, қайсы мемлекеттен толтырып жатқаныңызды. Қазақстан, Астана, немесе Алматыдан да болады. Біз Астанада толтырамыз. Код, мына кодты кіргіземіз. 8 UTD. Окей. Start an application. Бұнда барлығына келісеміз деп галочка қоясыз. Бұл сіздің толтыратын документіңіздің ID нөмірі. Осын фотоға түсіріп алыңыз, немесе сақтап алыңыз. Бұл міндетті түрде кейін керек болады сізге. Мысалы, бұл өтінішті сіз 30 күннің ішінде толтырып бітіруіңізге болады. Мысалы, бүгін толтырып жатып, ертең тағы да жалғастырғыңыз келсе, осы ID сақтап алсаңыз, осы арқылы қайтадан кіруіңізге, өзіңіздің аппликейшніңізге кіруге мүмкіндік болады. Бірінші жұмысыңыз қайсы қала немесе ауылда болды дейді. Атын Астана. Бұл сұрақты өзіңізге байланысты кез келген таңдасаңыз болады. Бұны толтырған кезде қосымша өзіңіздің жаныңызға ручка тетрадь алыңыз и жазып отырыңыз осы сұрақтарыңызды. Ұмытпау үшін. Келесі басамыз. Басталды. Бірінші өзіңіздің паспортыңыздағы анкетаңызды толтырасыз. Паспортыңызда аты жөніңіз қалай? Тура соны сөйлейді. Бірінші сіздің surname, әкеңіздің аты, одан кейін өз атыңыз. Келесі, бұнда өзіңіздің аты жөніңізді ұлттық алфавитіңізбен жазыңыз. Яғни қазақша жазасыз. Болады, алмас деп. Келесі сұрақ. Сізде басқа үшінші ат болды ма дейді. Басқа фамилияңыз, басқа тегіңіз болды ма? Жоқ. Келесі, телекод болды ма? Қандай бір бұрын соң сізде? Жоқ. Жынысыңыз еркек адам. Отбасылық жағдайыңыз үйленген. Бұнда паспорттағы туған жыл айыңыз, күніңіз сәйкес болу керек. Және қай қалада тудыңыз. State, яғни жоқ болғандықтан does not apply деп галочка қоямыз бұнда. И мемлекет Қазақстан. Save. Continue application. Next. Келесі. Азаматтығыңыз қайсы мемлекеттікке деп сұрап тұр. Бұнда өзіңіздің паспортты қайсы мемлекеттен алдыңыз, яғни азаматтығыңыз Қазақстан деп таңдайсыз. Және де басқа азаматтық сізде болды ма дейді. Жоқ деп толтырамыз. Бұл жерге иініңізді жазасыз өзіңіздің. Және келесі Social Security нөмір деген ол Америкада бұрын соңды келген болсаңыз, қандай бір жолмен келіп Social Security алған болсаңыз, соны толтырасыз. Егер жоқ болса, does not apply. Сонымен қатар Tax ID number тоже Америкада бұрын соңды келген болсаңыз, және де тұрақты тұрып или жұмыс істеген болсаңыз сізде болады. Бұл бар болса толтырасыз міндетті түрде. Жоқ болса does not apply.
сақтаймыз, save. Next. Travel information. Яғни, қандай визаға сіз бергіңіз келеді. Бұнда V1 деп таңдаймыз. Келесінде V1, V2. Яғни, визит, туристік визаға таңдаймыз. Сізде арнайы өзіңіздің жоспарыңыз бар ма? Қайсы уақытта келетін дейді. Я, бар деп таңдаймыз. Yes. Қай кезде сіз жоспарлап отырсыз Америкаға келуге? Майдың 10-ында 2023 жылы. Қайсы қалаға келгіңіз келеді? Қайсы қаладан бірінші бастайсыз? Майамидан бастаймын. Және де Америкадан қайсы уақытта кетуге жоспарлап отырсыз дейді. Бұл 24 май дедік. Яғни сіздің келетін және Америкада болатын уақытыңыз 2-3 аптадан аспау керек. Дәл мына турист ретінде келетін кезде сіз 2-3 аптадан асырмайтын уақытты көрсетесіз. Сонан кететін қалаңыз, қайсы қаладан сіз ұшып кеткіңіз келеді? Нью-Йорк деп көрсеттік. Келесі сұрақ. Қайсы қалаларға барғыңыз келеді дейді. Біз Майами, Нью-Йорк, Вашингтон деп көрсеттік. Яғни Вашингтон астанасы DC. Келесі, бұнда жазамыз адрес. Яғни бірінші келетін қалаңыздың қонақ үйдің адресін жазамыз мына рақамда. Сіз ол қонақ үйді қалай табуға болады? Bookingке кіресіз. Bookingтен сол қалаңызды жазып, хотел деп жазасыз. Сол кезде қаншама қонақ үй деп шығады. Соның қатты қымбат емес, арзан емес, орташасын таңдап, осы адресті жазамыз соған. Және де келесі сұрақ. Сіздің бұл сапарыңызды кім төлейді дейді. Бұнда self, өзім төлеймін деп таңдайсыз. Егер басқа біреу, немесе сіздің жұмыскеріңіз басқа адам таңдасаңыз, оның данныйын жазу керек, мүмкін ол адамға звондайды, өзің неғып төлей алмайсың деген сұрақтар көп келеді. Сондықтан өзім төлеймін дейсіз. Болды, осымен save. И следующий. Next. Келесі. Сізбен бірге басқа адамдарға саяхатқа барады ма дейді. Иә дейсіз. Отбасында 3 адам бар. Мама, папасы, баласы 3 адам болып келетінін көрсеттік. Егер де сіз өзіңіз жалғыз келетін болсаңыз, no деп толтырасыз. Save, next деп кете бересіз. Ал бар болғандықтан yes дейсіз дағыны мұнда толтырасыз. Және де келесі сұрақ. Бұл организацияға жатады ма дейді. Қандай бір? Жоқ, организацияға жатпайды. Толтырамыз енді. Сіздің бірінші әйеліңіздің аты жөнін толтырамыз. Фамилиясы, өз аты. Мұнда таңдаймыз. Кім болып сізге келеді? Әйеліңізді көрсеттік бірінші. Келесі, балаңызды қосқыңыз келсе, add дейсіз. Add other. Галочканы басасыз. Мұнда шығады. Сол кезде балаңыздың аты жөнін және кім болып келеді балаңыз. Ал егер 3-ші, 4-ші, 5-ші мысалы өзіңіздің атаңыз, папаңыз, басқа да адамдарды қосқыңыз келсе, add дейсіз да, соның аты жөнін сізге кім болып келетінін жаза бересіз. Біз мұнда көрсеттік, әйелі мен баласын көрсеттік. Сонымен save. Next. Келесі. Бұрын соңды Америкада болдың ба дейді. Жоқ. Бұрын соңды Американың визасына бердің ба дейді. Жоқ. Егер берген болсаңыз, я деп жазасыз. Бұнда қай уақытта бергеніңізді толтырасыз. Келесі. Бұрын соңды Американың визасына беріп, немесе сізді Американың шекарасынан кері қайтарды ма дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Бұнда бұрын соңды Америкада тұрақты тұруға өтініш бердіңіз ба дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Save. Next. Келесі. Адрес. Үйіңіздің адресін жазасыз. Үйіңіздің адресін қалай ағылшынша жазуға болады? Google Maps'қа үйіңіздің адресін ағылшынша, Google Maps ең бірінші ағылшынша қоясыз, ағылшын тілінде. Сонан үйіңіздің адресін тересіз. Сол кезде Google Maps сізге көрсетеді үйіңіздің адресін толығымен, дұрысымен ағылшынша қалай жазу керек екен. Сонымен қатар zip кодты да толық көрсетеді. Тура сол бойынша адресіңізді жазасыз. Бұнда mailing адрес дейді. Mailing адрес деген
интервьюға өтіп болғаннан кейін сізге паспортыңызды, визаны басып, паспортыңызды қайсы адреске жібереміз деп сұрайды. Сіз yes, same адрес деп көрсетесіз, yes деп. Сол кезде сіздің мына үйіңіздің адресіне келеді. Телефон нөміріңізді көрсетесіз. Екінші, үшінші және жұмысыңызды көрсетсеңіз болады. Келесі сұрақ. Соңғы 5 жылда басқа телефон нөмір қолдандың ба дейді. Жоқ. Имейл адресіңізді көрсетесіз. Келесі, соңғы 5 жылда осы басқа имейл қолдандың ба дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Бұл жерге social media, яғни әлеуметтік желілеріңізді көрсетесіз. Facebook, мұнараға таңдайсыз. Барлығы бар. Ішінде Facebook'ты таңдап, Facebook'та сіздің аты жөніңіз қалай, соны жазасыз. Сонымен қатар Instagram деп таңдап, Instagram аккаунтыңыз қалай, соны жазасыз. Тағы басқа YouTube, басқа арналарыңызды өзіңіз қосқыңыз келсе, add other деп жазып, басып, қоса берсеңіз болады. Бірақ осы екеуі жеткілікті. Келесі, басқа да сіз қандай бір social media қолдандыңыз ба дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Save и next. Келесі, паспорттық ақпараттарыңыз. Сіздің паспортыңыз қандай түрі? Яғни regular. Regular дегенімізді қазақша қалай айтамыз? Қазақша комментарийға жазыңыздар осыны. Regular. Жалпы. Или қарапайым. Жарайды. Regular қарапайым адамдар, мысалы біз сияқты, мен сияқты қарапайым адамдар қолданатын паспорт осы. Официальный деген официальный берілген қызыл паспорттар, дипломаттық деген дипломатический паспорттар арнайы берілетін. Ал басқа дипломат болатын болса, соларды таңдайсыз. Сізде regular болса, regular'ды таңдайсыз. Regular дегеніміз қазақшасын есіме түспей тұр. Бұл жалпы Қазақстанда көп берілетін, сіз егер дипломат, сіз депутат, парламентте жұмыс істейтін үлкен қызметкер болсаңыз, мүмкін сізде дипломаттық паспорт бар шығар. Ал егер қарапайым адам болсаңыз, regular. Паспорт нөміріңізді жазасыз бұнда. Сонымен қатар паспорт book number. Яғни бұл паспортыңыздың архивация кезіндегі нөмірі бар ма дейді. Жоқ, does not apply деп көрсетесіз. Және де паспортыңыз қайсы мемлекеттен берілген? Қазақстаннан. Және де бұнда қайсы қаладан? Астана, Қазақстан. Келесі. Паспортыңыз қай уақытта сіз алдыңыз? Берілген күн, ай, жылын жазасыз. Екіншіге паспортыңыздың біту мерзімін жазасыз. Яғни күні, айы, жылы. Келесі сұрақ. Сіз бұрын соңды паспортыңызды жоғалтып алдыңыз ба дейді. Жоқ деп жауап беріп, сақтаймыз. Next басамыз. Окей. Бұл Америкадағы танитын адамыңыздың ақпараты дейді. Сізде Америкада танысыңыз бар ма дейді. Егер бұл жерде сізде дәл өзіңіздің бірге туған фамилия, имя, отчествоңыз бірдей адам болса, туған бауырыңыз, әпеке, аға, ата-анаңыз болса, жазасыз. Ал егер басқа болса, ешкімді жазбайсыз. Мүмкін сіздің досыңыз бар, мүмкін сіздің досыңыздың досы, немесе танысыңыз, немесе туысқаныңыз, ондай адамдарды жазбайсыз. Does not know. Өйткені оны звондап оған мүмкін сұрау мүмкін болады, немесе ол адам қандай жолмен Америкаға келгенін тексеріп, көп әңгіме шығуы мүмкін, сондықтан жоқ бітті. Organization name. Бұған сіз бірінші келген кезде жалдап алатын қонақ үйдің атын жазасыз. Және де relationship, яғни бұл қонақ үй болғандықтан сізге басқаша other болып келеді, туысыңыз емес, досыңыз емес, бизнес партнеріңіз емес, жұмыскеріңіз емес, other деп таңдайсыз, және сол қонақ үйдің адресін осында толтырасыз. Сонымен қатар қонақ үйдің нөмірі жазылып тұрады, нөмірін, және
email адресін де қосып жазасыз. Егер емейлін білмесеңіз, does not apply деп жазуға болады. Келесі сақтаймыз. Next. Бұнда отбасылық информацияңызды толтырасыз. Папаңыздың аты жөні, туған жыл ай күнін жазасыз. Сонымен папаңыз Америкада ма? Жоқ. Жауап береміз. Мамаңыз аты жөні, туған жыл ай күні, мамаңыз Америкада ма? Жоқ деген жауап береміз. Мұнда келесі сұрақ. Do you have any? Басқа сіздің туысқандарыңыз Америкада бар ма? Жоқ деп жауап бересіз. Бұнда тоже танысыңыз немесе туыстарыңыз Америкада бар ма? Жоқ деп жауап бересіз. Келесі. Next. Өзіңіздің әйеліңіз немесе күйеуіңіздің ақпаратын жазасыз. Егер бірінші сіз өзіңіз главный өтініш беруші әйелі болса, онда мынарға күйеуің немесе аты жөнін толтырасыз. Туған жыл ай күні, паспортта қалай жазылған, тура сол бойынша. Және де ол қайсы елдің азаматы. Соны толтырасыз. Қазақстан, туған жылы, туған қаласы және мемлекеті. Сонымен қатар, бұнда сізге сұрайды, бұл сіздің отбасы мүшеңіздің адресі қандай? Егер сіздікімен бірдей болса, same as home address деп толтырасыз. Және сақтайсыз. Continue application. Next. Окей. Сіздің жұмыс орныңыз, оқыған жеріңіз, сіздің білім дәрежеңізді сұрайды. Қайда қалайсыз? Бұнда сіздің жұмыс істейтін организацияңыз немесе қай жерде кім болып жұмыс істейсіз? Бизнесмен болсаңыз, бизнес деп таңдайсыз. Өзіңіздің кез келген бір бизнесіңіз, ИП, ТО болса, бизнесті қосып таңдайсыз. Ал егер жоқ болса, онда жұмыскер, medical health, немесе engineer, мұғалім болсаңыз, education, немесе мысалы басқа да осы қатардан таппасаңыз, басқасын толтыруға болады, немесе студент болсаңыз, студент. Кез келген осында, немесе военный болсаңыз, мұнда военный. Біз таңдаймыз medical and health. Денсаулық сақтау саласында. Мұнда сұрайды. Жұмыс істейсің, қай жерде жұмыс істейсің дейді. Мұнда бірінші қалалық аурухана, адресі Қошқарбаева 66, Астана, зип-кодын білмейміз, нөмірін жаздық, и Қазақстанда тұрады. Уақыттан бастап жұмыс істейсің дейді. Соны жазасыз. Сонымен қатар сіздің айлығыңызды көрсетесіз. Айлығыңызды сол қайсы мемлекетте сіз толтырып жатырсыз, сол мемлекеттің ақшасымен көрсетесіз. Доллармен емес. Мысалы, 850 мың деп көрсетейік. Өйткені дәрігерлер бұнда көп ақша алады деп ойлайды. Сонымен қатарда сіз егер табысыңыз аз болатын болса, онда виза алу мүмкіндігі өте төмен болады. Сізде қаншама дәреже ақша табатын, қаншама табысыңыз жоғары, қаншама жұмыс орныңыз жақсы, соған байланысты виза алуыңызға да мүмкіндігіңіз жақсы болады. Сол себепті бұл жерге көрсеткен кезде айлығыңызды жақсы көрсету қажет. Save. Next. Келесі. Соңғы 5 жылда басқа қай жерде жұмыс істедіңіз дейді. Бұл жерге yes деп жазамыз. Басқа жерде жұмыс істедіңіз ба? Yes. Бұған басқа жердегі істеген жұмыс жерлеріңізді қосасыз. Мысалы, жұмыс орныңыздың жері. Қалай аталды? Бақыт Medical Center, адресі, қайсы қалада, zip-код, және соның телефон нөмірін, соң кім болып істедіңіз, ол жерде істегендегі сіздің менеджердің аты жөнін жазасыз. Соң қайсы уақыттан, қайсы уақытқа дейін жұмыс істедіңіз мұнда.
20 жылдан 21 жылға дейін. Яғни не себепті ол жерден кеттіңіз дейді. Қысқаша жазасыз, мысалы, басқа жерден күшті жұмыс тапқандықтан кеттім. Әйтпесе жазуға болмайды. Ой, мен анда жерде жұмыс жақсы болмады, айлығы нашар болды, сонымен дұрыс төмелемеді, сонымен кетіп қалдым. Анау мынау деген проблема жазуға болмайды. Тек қана басқа жерден жақсы ұсыныс келді, сонымен кеттім деп. Және де басқа жұмыс жеріңізді қосқыңыз келсе, add other дейсіздағыны қоса бересіз. Келесі сұрақ. Жоғарғы оқу орнында бітірдіңіз бе дейді. Иә дейсіз. Мұнараға оқу орнының аты, адресі, қайсы қалада орналасқан, state does not apply, zip code, қайсы мемлекетте орналасқан толтырасыз. Оны сіз оқыған оқу орныңыздың данныйын жазасыз, адресін толтырасыз. Және де қашан бастап, қашан бітірдіңіз. Мысалы, 1 сентябрьда 2013 жылы оқуға түсіп, 20 июльда 2018-де бітірдіңіз. Және де қосымша тағы да оқыған болсаңыз, add other дейсіз да, сол оқу орныңызды жазыңыз. Бұнда қаншама көп оқу орнын оқыдыңыз, қаншама көп жұмыс орныңыз бар, соншама сізге жақсы болады. Сондықтан бұрын соңды істеген жұмыс жеріңіздің барлығын, оқыған оқу орныңыздың барлығын жазыңыз. Save сақтайсыз. Continue application. Next. Келесі. No. Қандай тілдермен сіз сөйлей аласыз дейді. Қазақ тілінде, орыс тілінде деп жауап қостық. Сіз егер басқа тілінде сөйлейтін болсаңыз, add other дейсіз жазасыз. Егер ағылшын тілінде жеттік сөйлей алмасаңыз, жазбай-ақ қойыңыз. Өйткені сізден қандай бір сондай жоғарғы дәрежедегі сұрақты сұрап қалатын болса, сіз білмей қалсаңыз, бірінші етқа қаласыз, екінші өтірік толтырған боласыз. Сондықтан қайсы тілде емін-еркін сөйлей аласыз, сол тілдерді жазыңыз. Келесі сұрақ. Соңғы 5 жылдарда басқа мемлекетке қыдырдыңыз ба дейді. Иә деп жауап бересіз. Қайсы мемлекетке барғаныңызды жазасыз мұнда. Сізде паспортыңызда қайсы мемлекеттің визасы бар, қайсы мемлекетке бардыңыз, печаты бар, соның барлығын жазыңыз. Жақын жерлер мүмкін Армения, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан, мейлі басқа, кез келген басқа мемлекеттің барлығын жазыңыз. Мысалы, көбісі барады Испанияға, Египетке, Тайвань, Россия, Дубай, Германия. Қайсы мемлекетте өзі болдыңыз, тіпті бір күн болсаңыз да, даже транзиттік зонамен өткен болсаңыз да тіркеп қойыңыз. Оның артығы жоқ. Келесі, басқа бір организацияларға мүше ретінде боласыз ба дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Келесі, арнайы бір спецоперацияларға дайындық, химикалық және де басқа да жарлық штаттармен тренингте өттіңіз ба? Жоқ, ондай болған жоқ. Армияда болдыңыз ба дейді. Армияда болған болсаңыз, иә дейсіз дағыны, қайсы мемлекетте, қай жылы болғаныңызды жазасыз. Жоқ болса, жоқ. Көбінесе именно осы медицинаны оқыған кезде военный кафедра болады, соны оқиды. Сол кезде военный корочка береді, соны толтырсаңыз болады сіз мұнараға военный. Келесі сұрақ. Қандай бір партизандық группаларда, военный арнайы группада болдыңыз ба дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Save. Continue. Next. Енді бұл сұрақтар сіздің арнайы бұрынғы сіздің, яғни background security деді ғой. Қазақша айтқанда проверка вашего безопасности. Қазақшасы ұмытып тұрғанда, сіздің артқы кездегі жоқ, сіздің жарайды. Проверка вашего безопасности. Background. Бұрын соңында сіздің қауіпсіздік жағдайыңызды тексерген сұрақтар болады. Бұнда бірінші сұрақ дейді. Қандай бір инфекциялық аурумен
гонорея, туберкулез, басқа да аурулармен ауырдыңыз ба дейді. Жоқ. Келесі. Сіздің ой сақтау жүйеңізде қандай бір ақау бар ма? Өзіңіздің денсаулығыңызға және өзгеге қандай бір қауіп төндіресіз ба дейді. Жоқ. Келесі сұрақ. Бұрын соңды алкогольдік тәуелділік болды ма дейді. Жоқ деп жауап бересіз. Бұл сұрақтардың барлығына жоқ деп жауап бересіз. Егер қандай біреуіне иә деп қойсаңыз, оны түсіндіріп айтып беруіңіз керек. Ол виза алуыңызға 99.9% кері әсер тиеді. Бұл сұрақтардың барлығы сондай криминалдық жағдай болды ма сенде, қандай бір соғысқа қатыстың ба, біреуді өлтірдің ба, біреуді пышақтап, біреуді тонадың ба деген сияқты мүмкін сондай сұрақтар сұрайды. Соған барлығына no деп жауап береміз. Бүкіліне. Мынада өзі 5 парк бар, сол 5-еуіне де no деп жауап береміз. Осылай барлығына жоқ деп жауап береміз. Бұның барлығын қазір жеке-жеке аударып отыратын болсақ, уақыт онсыз да ұзақ болып жатыр, тіпті ұзаққа созылады. Сондықтан жоқ деп қана жауап береміз. Мысалы, мынау айтады: remove, depart from any. Сізді басқа бір мемлекеттен қуып шығарды немесе депортация жасады ма дейді. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ бізде. Жоқ. Сұрайды мұнда: сіз бұрын соңды Америкада қандай бір қылмыстық іс жасадыңыз ба? Заңнан тыс қылмыстық іс жасадыңыз ба? Жоқ. Жоқ. Сұрақтың барлығына жауап беріп болдық. Енді фотоны жүкте дейді. Фотоны жүктейміз. Choose photo. Осылай галочка шыққан кезде, яғни сіздің фотоңыз стандартқа сай жүктелді дегенді білдіреді. Егер осындай галочка шықпаса, онда фотоңыз сәйкес емес деген сөз. Келесі, use this photo. Confirm this photo. Next, preview. Бұл жерден қандай бір қате кеткен болса, сіз жөндеуіңізге болады. Ал егер қате жоқ болса, онда келесі. Осыдан кейін бұл анкетаны жөндеу мүмкін емес. Сондықтан жақсылап тексердіңіз. Қате жоқ, барлығы дұрыс. Next, барлығына next басамыз. Location. Бұл анкетаны толтыруға сізге үшінші адам көмектесті ме? Жоқ, өзіңіз толтырдыңыз. No. Келесі, электрондық қолтаңба қою үшін сіз паспортыңыздың нөмірін тересіз осында, және де екіншіге мына кодты жазасыз. 8362. Sign and submit application. Қайтадан басамыз. Next, confirmation. Мұнда. Бұл сіздің confirmation list. Яғни, осы бірінші бетті сіз интервьюға келген кезде өзіңізбен бірге алып келесіз. Бұны сізде қазір принтеріңіз бар болса, print application деп принтермен шығарып алыңыз. Сонымен қатар email confirmation, яғни мейліңізға осылай жіберің алыңыз. Басасыз, бірінші сіздің мына өзіңіз көрсеткен емейлға кетеді, және де қосымша басқа да емейлға жібергіңіз келсе, yes дейсіз. Мұнарға екінші емейліңізді екі рет жазасыз. Бірінші сол емейлді екі рет кіргізесіз. Сосын email confirmation деп басқан кезде сіздің бірінші осы алдында көрсеткен емейліңізге және екінші қосымша емейліңізге да осы барлық анкетаңыз кететін болады. Бұны әрқашан анкетаңызға сақтап алыңыз. Бұл сізге әрқашанда қажет, керек болады. Кейін Америкаға келген кезде де қажет болу әбден мүмкін. Сондықтан сақтап қоясыз. Және
интервьюға келген кезде сіз осы DS-160 формаңыздың барлығын әкелмейсіз, оның қажеті жоқ. Тек осы көрініп тұрған сізге confirmation list дегенді алып келесіз. Осымен анкета толтыру бітті. Сіз қаншама өзіңіздің қаражатыңызды сақтадыңыз, қаншама ақпарат білдіңіз, сонымен қатар өзіңіздің жеке ақпараттарыңызды үшінші адамға берген жоқсыз. Бұл деген сізге өте үлкен мүмкіндік, жақсы мәлімет алдыңыз, және де кез келген адамдікін осылай сіз толтырып бере аласыз. Сәттілік. Сізде енді келесі қадам консульский сбор $160 төлеп интервьюға уақыт алу қалды. Егер осы видео ұнаса, достарыңызға таратыңыз, subscription жасап, лайк басыңыз. Сұрағыңыз болса, комментке жазып, кез келген сұрағыңызды сұрасаңыз болады.